орысшадан қазақшаға аудару кезінде кейбір тіркестерді орын тәртібі бойынша қолдану. Қазақ тілінде сөйлеуде немесе мәтін жазуда бұрыс қолданылып жүрген сөздер мен сөз тіркестері өте көп. Олардың басым көпшілігі орыс тілінен тікелей аударылған калькалар. Қазақ тілі заңдылықтарына сәйкеспейтін осындай қате аудармалардың бірнешеуін мысалға келтіріп көрейік. Болып табылады. Бұл тіркес орыстың является деген сөзінің тікелей аудармасы. Бұл тіркесті қолданбағанымыз жөн болады. Мәселен, Ташкент является столицей Өзбекистана деген сөйлемді Ташкент Өзбекстанның астанасы болып табылады деп аударылып жүр. Ал негізінде Ташкент Өзбекстанның астанасы деп қана жазылуы тиіс. Болып табылады тіркесінің қызметін сызықша атқарады. Его главным талантом является музыка. Оның басты таланты музыка болып табылады. Қате. Оның басты таланты музыка. Дұрыс. Жұмыс жасады. Тіркесіндегі жаса етістігін делать сөзінің баламасы ретінде алып, кей тіркестерде орынсыз қолданып жүр. Жасау сөзі қолдан жасалатын немесе құрастырылатын заттарға байланысты қолданылады. Мысалы, құмыра жасау, есік жасау, тағы да басқа. Ал жұмыс жасалмайды, істеледі. Демек, жұмыс жасады. Қате, дұрысы. Жұмыс істеді. Тәуекелге бару. Бұл да орыс тілінен сөзбе-сөз аударылған. Идти на риск деген сөздің калькасы. Қазақ тілінде тәуекел ету деп айтылып жазылуы шарт. Тәуекелге бару қате. Өз кезегінде орыс тілінің в свою очередь деген тіркесінің тікелей аудармасы. Сөйлемнің басын өз кезегінде деп бастауға үйірміз. Шынын айтқанда бұл қыстырманың ешқандай мән маңызы атқарар қызметі жоқ. Мысалы, өз кезегінде ол баяндама жасады. Өз кезегінде Айнұр жауабын берді деген сөйлемдерден калька қыстырманы алып тастағаннан мағына өзгермейді. Орын алды. Қазіргі кезде оқиғамыз да, іс-шараларымыз да орын алып жүр. Орыс тіліндегі имел место деген сөздің аудармасы. Негізінде оқиға, іс-шара орын алмайды. Болады, я өтеді. Орынды жарысқа, байқауға қатысушылар ғана алады. Мысалы, өрт орын алды емес, өрт болды немесе өртенді. Кеше Қаратау қаласында келеңсіз оқиға орын алды емес, кеше Қаратау қаласында келеңсіз оқиға болды. Қатысумен сөзі. Осы сөз орынсыз, ретсіз қолданылады. Орыс тіліндегі сөйлемде с участием деген сөз бар болса, оны үнемі қалдырмай қолдану міндетті емес. Мәселен, в Таразе произошло дорожное транспортное происшествие с участием автомобиля BMW деген сөйлемді Таразда BMW көлігінің қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алды деп аударған. Мұнда қазақ тілінің табиғатына сай ережесі дұрыс сақталмаған. Дұрысы, Таразда жол апаты болды. Онда BMW көлігінің соғылғаны анықталды. Бойынша сөзі. Орыс тілінің сөйлем құрау тәртібінің жетегінде кеткенімізді дәлелдейтін тағы да бір деталь. Олардың по дейтін демеулік сөзін тек бойынша деп аударатынымыз. Мысалы, департамент по Костанайской области. Қостанай облысы бойынша департаменті деп аударылады. Дұрысы, Қостанай облысының департаменті. Комитет по делам молодежи. Жастар ісі бойынша комитеті деген аудармадан гөрі жастар ісі жөніндегі комитет дұрыс. Орыс тілінде будем награждать, будем утверждать деп тілдік қолданысында будем сөзі жүреді. Ал қазақ тілінде осы сөзі тікелей аудармай ауыспалы келер мен ауыспалы осы шақтарды қолданғанымыз дұрыс болады. Мысалы, жарнамадан соң жеңімпаздар жариялайтын боламыз емес, дұрысы жарнамадан соң жеңімпаздарды жариялаймыз. Келетін болады, баратын болады деген тіркестер қате. Оның орнына келеді, барады деп жазған дұрыс.
Мен ертең баратын боламын емес, дұрысы мен ертең келемін. Кешірім сұраймын, кешірім өтінемін деген сөздер приношу извинения, прошу прощения тіркестерінің калькасы. Дұрысы кешіріңіз, ғафу етіңіз. Орыс тілінде констатация фактов деген ұғым бар. Ол қазақ тілінде жоқ. Мәселен, орыс тілінде я думаю, я желаю, я считаю деп сөйлейді. Қазір соны тікелей аударып, тілдік қолданыста жүр. Деп ойлаймын, деп тілеймін, деп санаймын. Бұл қате үрдіс. Мәселен, бақытты болыңыз деп тілеймін емес, дұрысы бақытты болыңыз. Мен сенің айтқаныңды дұрыс деп санамаймын емес, дұрысы сенің айтқаның дұрыс емес, айтқаның қате, бұрыс.